Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода ашытылған қамырды мұздатқышта қалай сақтау керек екендігі туралы өз кеңесіммен бөлісемін. Жалпы мен осылай жиі көп мөлшерден қатырамын, өте ыңғайлы. Ал енді ең алғашында қамырды қалай ашыту керек екендігі туралы көрсетемін. Ол үшін табамызға жылы сүт, жылы су, сондай-ақ ертілген сары май, азырақ сұйық майды қосамыз. Содан соң жұмыртқа міндетті түрде, тұз бен шекер татымына қарай қосасыздар. Ең соңында ашытқыны азырақ мөлшерден қосасыз. Мысалға мен 1 литрден аса сұйықтыққа 1,5 шай қасық ашытқы қостым. Содан соң ұнды аз мөлшерден қоса отырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Иленген қамырды жылы жерге қалдырамыз. Қатты ашытудың керегі жоқ. Мысалға менде шамамен 1,5 сағатта қамырым осылай көтерілді. Енді бұл қамырды майда зуалаларға бөлемін. Майда зуалаға бөлген себебіміз қатырып оны қайтадан жібіткен кезде ыңғайлы, біркелкі болып жібиді. Ал егер сіз үлкен зуала етіп қатыратын болсаңыз, шет-шеті жұмсарып, ортасы тастай болып, қатты болып, ұзақ уақыт тұрып қалуы мүмкін. Кішкентай зуалаларымызды осындай пищевая пленкаға ауа кірмейтіндей етіп жақсылап орап шығамыз. Кәдімгі пакеттерге салатын болсаңыз, қамырымыз жұмсарғаннан кейін жабысып қалуы мүмкін. Кішкентай қамырларымызды бірден мұздатқышқа саламыз, морозильникке. Содан кейін тағы да бір айта кететін жайт, қамырды 2-3 рет жұмсартып, қайтадан қатыра беруге болмайды, себебі ашытқан иісі шығып кетеді. 1 рет мұздатқыштан алғаннан кейін, жұмсарғаннан кейін дереу керек затымызды пісіріп аламыз. Мысалға мен нан пісіремін, тоқаш пісіремін, сондай-ақ пирожки, пицца пісіруге болады бұл қамырлармен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рахмет.